Матыстар ма? Кеш жарық. Құрметті достар, бүгінгі мынау эфир осының алдындағы болып жатқан эфирлерден басқаша темада болады. Мынау бұл болатын жаңағы айтатын нәрсем бүгін. Мынау адамның рухани қырлары туралы болады. Қазір мысалы әлемде, бүкіл әлемді алсақ хаос болып жатыр ғой. Осының сыры неде? Неге бұлай болып кетті? Жағдайлар неге осылай болып кетті? Осының жаңағы құпиясы немесе себебі деген сияқты нәрселер көп қой. Осы туралы айтылатын болады. Енді былайша айтқанда адамның ішкі рухани жаңағы несі туралы айтылатын болады, дүниесі туралы айтылатын болады. Осыны сіздерге тыңдауға кеңес берем. Сонымен бастайық. Бүгін мынау айттым ғой, жаңа қыры туралы айтатын боламыз адамның. Мынау материалдық өмір мен ішкі рухани өмір адамдардың қос қанаты сияқты болу керек. Егер адам тек материалдық өмірге ғана басымдылық беріп, ішкі рухани байлықтан жұрдай болса, ондай адамды бір қанатты құспен салыстыруға болады. Бір қанатты құс ешқашанда жоғары көтеріліп самғап ұша алмайды. Сондықтан адамның екі қанаты бірдей үйлесімділікпен немесе мынау баланста болу керек. Мынау материалдық өмірді де және ішкі рухани өмірді де баланста ұстап отыру керек. Бір жағына ауып кетпеу керек еш уақытта. Егер рухани өмірге кетіп, кейбіреу фанат болып кететіндер бар, ол да жақсы емес. Екі жақты да 50-50 тең ұстау керек әрқашанда. Осыдан өзімнің басымнан өтті. 10 шақты жыл бұрын мынау ғарыштың адамға әсері атты еңбегімді мен еңбек жазған болатын. Ресейдегі мынау Рерихтер мәдени рухани орталығындағы адамдар қызығушылық танытып, мені Ресейге бір айға мені шақырған болатын. Сойға барып қайттым. Сол кезде жазған еңбегім үлкен талқыға түсті. Сөйтіп Ресейде қалып жұмыс істеуге олар маған ұсыныс жасады. Бірақ мен ол кезде оларға сол ұсыныстарын қабыл алған жоқ, бас тарттым ұсыныстан. Енді осыдан 10 жылғы бұрынғы сол жазылған еңбектеріме аздап тоқтала кеткім келіп отыр бүгін. Енді айтып кетейін. Қазір бүкіл әлеммен ғарыш, өзім ол баста осы ғарыш әлем көп зерттейтін тұғым. Бұл туралы зерттеген әңгімелерім Фейсбуктерге де шықты, Қазақстандағы баспасөз беттеріне де көптеп басылып шықты. Әрине үзік-үзік болып толықтай шыққан емес еш уақытта. Үзік-үзік неме беріліп отырды. Мен өзімде көп нәрсені берген жоқпын. Оның артынан еңбектерімді кейіннен айырылып қалдым. Мынау МВД, КНБ деген сияқты бәлелер жойып жіберді көп еңбегімді. Бірақ азда болса да сақталып қалды. Кейбіреу жадымда қалған сияқты болды, қайтып жазып шыққан сияқты болдым. Бірақ бұрынғы оригинал нелерінен айырылып қалдым көбінесе. Дегенмен де солардың кейбіреулерін есіме алып, бүгін сіздерге айтып бермекшімін осы туралы. Қазір бүкіл әлем мен ғарыш өзгерістерге ұшырауда. Мыңдаған жылдар бойы біздің жер Шуман жиілігіндегі 8 герц төмен қуатта өмір сүріп келді. Төменгі қуатта 8 герцтікті. Бұл ғылыми дәлелденген нәрсе. Ал енді қазір әлем екі бөлікке бөлінді. Бірінші бөлік галактикалық түн дейді, немесе тозақ өмір. Екінші бөлік галактикалық таң. Рассвет дейді ғой енді былайша айтқан кезде, орысшасы. Яғни біз қазір жарық өмірге аяқ басудамыз. Осы екі бөлік немесе галактикалық таң қазіргі кезде 30 бен 50 герц жиіліктегі қуатта өмір сүруді бастады. Бұны да қазір ғалымдар зерттеп отыр, бұл рас нәрсе. Осы герц қуаты бұдан кейін жоғары жиілікке көтеріле беретін болады әрі қарай. Осы екеуінің қандай айырмашылығы бар?
бізге ол қандай нәрселер беруі мүмкін? Осыған тоқталам. Қазір мынау адамзатты бірінші бөлікте, жаңа айтты ғой, бірінші бөлік галактикалық түн дедік қой. Түнде қаншама ғасырлар бойы түрлі догмаларды саналарына енгізіп отырды. Сондай-ақ залым саясаткерлер де түрлі демагогия арқылы адамдардың сезімдеріне, инстинкттеріне қасақана әсер ету арқылы өз мақсаттарына жету үшін бұқара халықтың жаңағы сезімдеріне жаңағы демагогия арқылы адамдардың бұқара халықтың бейсана немесе санасыз бөлігінің талғамына 200-ділдікпен дінді де саясатқа бейімдеп отырды. Олар осылай залымдықпен адамзаттың күш қуатын вампир қан сорғыштарша сорып отырды. Ал енді қазір жер қуатының жоғары көтерілуі дегеніміз жер ананың оянуын білдіреді. Жер ол баста тірі организм. Біз жер ананың перзенттері немесе соның ажырамас клетка бөлігі ретінде бізде бірге оянудамыз қазір. Адамзаттың бәрі оянуда. Неге революциялар өтіп жатыр, қарсылықтар өтіп жатыр? Бұның бәрі осы адамзаттың қазір оянуын білдіреді. Осы уақытқа дейін денеміздегі мынау күн сияқты клеткалардың орталық сомасы деген болады. Сол ұйқыда болды бізде. Қанша ғасырлар бойы. Осыған дейін клеткалардың жұмыс істеу қабілеттілігі 3% дейін-ақ жұмыс істеді. Ал қалған бөлігі күл тозаңға айналып отырды. Өйткені кейбір адамдар наркотиктер пайдаланады, арақ ішеді, нәпсі құмарлық және тағы басқа осындай нәрселерге көптеген қуаттарын жұмсайды. Және осыған әлеуметтік жағдай, күнкөріс үшін банктерден несие алып, қарызға батады, жем болады. Осындай жағдайға тап болған көптеген адамдар уайымның күйзеліске, стресске, депрессияға душар болады. Тіпті кейбіреулер өз-өздеріне қол жұмсап, өмірлермен қош айтысуда, суицид көп болып жатыр ғой. Осындай құрбандардың қуаттарымен қаншер паразиттер қоректеніп келді мынау. Биліктегілер ғой енді бәрі елдің. Енді адамдардың денесіндегі мынау күн сияқты орталық сома жарық шаша бастағаннан кейін адамдардың ДНК-сының 20% іске қосылды. Әсіресе адамның күш қуатын нәпсі құмарлықпен тәкаппарлық, сараңдық, ашкөздік, жек көрушілік сорып алып отырады қуаттарын. Осындай нәрселерге берілсе. Егерде кейбір адамдардың күш қуат күші жер ананың қазіргі оянған күш қуатына тең келмесе, онда 40-50 герц қуат сіздің өзгерісу қазіргі герц 40 пен 50-ның арасындағы герц бар ғой, сіздің өзгеруіңіз үшін кішкене уақыт беріледі әлде. Кішкене, көп емес. Мүмкін 3-4 ай, мүмкін жарты жыл. Егерде адамдарда жақсы көру сезімдерінен жұрдай болсаңыз, онда өзіңіздің иманыңызды үйре беріңіз. Өйткені жоғары герцтегі өзгерістерге паразиттер төтеп бере алмайды. Алжит және жүрек талмасы ұстап құлайтын болады. Бұл қарапайым халықтардыға емес, мынау билік басындағы паразиттерге нағылады. Солардағы көп нәрсе, жаман қасиеттердің бәрі солардың бойында көп. Алдағы уақытта жер ана қансорғыш арамтамақ паразиттерді сілкіп тастап, езіп, өзін тазартып отырады. Тазарта бастайды. Адамды өз тарихында небір соғыстарды және сұмдықтарды бастан кешірді. Біз қазіргі болып жатқан сұмдықтарды да бастан өткізіп жеңеміз. Оған ешқандай да күмәндарыңыз болмасын. Өйткені қазір қалай жеңетіміз туралы мен сіздерге дәлел келтіремін. Сонымен адамзаттың денесіндегі орталық күн сомасы іске қосылды. Галактикалық ішкі әлемдегі қара түнек бұған дейін
жаңағы қуатты өзіне сорып отырды. Мынау галактикалық қара түнек деген мынау құс жолы бар ғой, мынау домалақ мынау ғарышқа қарағанда осылай ішке қарай сол бүкіл қуатты осы уақытқа дейін өзіне сорып отырды сол. Ал енді бәрі керісінше, бұдан былай күш қуатты галактика сыртқа шашыратып адамзатқа беріп отыратын болады. Осылайша адамның орталық күн сомасы ғарыштық сәулемен тығыз байланыста болып, сол жарық сәуледен қорек алатын болады. Негізі әр адамның ойы мен ниеті қандай да бір күшке ие. Мысалға, адамгершілік, жомарттық, қиын жағдайда қалған адамдарға көмектесу және тағы басқа осындай нәрселерді мысалға айтып кетуге болады. Егер бұрын галактикалық түнекте тәкаппарлық, сараңдық, тек қана өз қара басының қамын ғана ойлайтын, жоғардан төмен басқаратын патриархалдық билік болған болса, ал енді жаңа галактикалық таңның атуы жарығында адамдар ешкімді де бір-бірінен алаламай, бөлмей, барлық жақсы қуатпен жаппай бір-бірімен бөлісіп отыратын болады. Бұрынғы басқару ескі модель үшбұрышты немесе мынау пирамида сияқты болды. Яғни төмендегілер құл болды. Ал жоғардағылар әміршілер, тирандар, диктаторлар болды. Ал енді жаңа басқару моделінде барлығы да теңеледі. Әлбетте, бұл жерде де білім деңгейі мен сана парасаты, қабілеттілігі, жасы мен жынысына қарамастан үлкен рөл атқаратын болады. Яғни, адамзат пен халықтың игілігі үшін таза ниетпен жұмыс істейтіндер ғана билікке сұрыпталатын болады. Яғни, бостандық үшін күрестің жүрек жаңағы дәуірінің таңы атты деп айтсақ та болады. Осы күнге дейін халықты басқару моделі үш бұрышты болды. Егер үш бұрышты пирамиданың төбесінен қарайтын болсақ, оның асы төрт бұрышты екенін көреміз. Қысқаша айтқанда, төрт құп теңеседі. Төрт бұрыш немесе төрт құп теңеседі. Енді әділетті билік орнату төменнен басталады. Айдың бір беті қараңғы, бір беті жарық демекші, қараңғы дәуірдің уақыты бітіп, жарық дәуір басталды. Өткенде әлемдік глобалистердің залым саясат кесірінен, яғни пандемия, ковид, пневмония деген сылтаумен әлемдегі көптеген халықтың диктаторлары мен президенттерінің сатқындығынан біраз елдің халқы миллиондап қырылып қалған өздеріңіз білесіздер. Осындай геноцидті біздің де сатқын бандит билік әдейі дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымымен немесе воздағы жемқорлармен бірігіп, халыққа бактерия мен вирусты әдейі шашу арқылы қырып тастады. Сол кезде бүкіл әлемдегі ниеті ақ, таза адамдар бірнеше күндер бойы және бір уақытта медитацияға отырған көп адамдар білген жоқ. Көптеген күндерге созылған осы медитациядан кейін жердің қуаты бірден 76 герцке дейін көтерілді. Мен де осы медитация жасаушылардың бірі болдым, солардың арасында болдым. Негізі адамның психикалық күш қуаты атом бомбасынан да күшті. Бұл дәлелденген нәрсе. Осы жоғары қуаттан зәрелері ұшып қорыққаны соншалықты мына паразиттер пандемия жоспарын тоқтатуға, уақытша болса да тоқтатуға мәжбүр болды. Сондай қазіргі әр ұлттарға өздерінің ең рухы мықты деген ұрпақтарын мынау паразиттермен күресу үшін жерге жіберген. Жерге немесе дүниеге келді осы жерде өмір сүріп. Олар қазір кезде арамызда қарапайым адам ретінде өмір сүруде. Сондықтан сіз ата-бабам мықты еді, анда еді, мында еді деп отыра бермей өзгерістер жасауға алға ұмтылу керек.
сіздің қазіргі денеңізде сіздердің бүкіл ата бабаларыңыз бен әже аналарыңыздың жиынтықталып түзілген ДНК-сі синтезделіп сіздердің іштеріңізде орналастырылған. Яғни бұрынғы ата бабалар мен әже аналардың күші сіздерде. Бұрынғы ата бабалар мен әже аналар қазір өздеріңізсіздер. Сіздер бүкіл аманат пен жауапкершілікті арқалап отырған қазіргі ұрпақсыздар. Сондай-ақ әр адамға таңдау құқығы да қоса берілген. Сіз біреулерге жем, құрбан және құлы немесе күш-қуат беретін батарейка да бола аласыз. Ал сондай-ақ ішкі ағзаларыңызды трансплантация жасауға фашистердің саудалап сізді бөлшектеп сатып бизнес құрбаны болуға келісе аласыз. Немесе осы нәрселерді болдырмау үшін әділеттілік жолында күресу құқығы да сізге қоса берілген. Сондықтан таңдау өздеріңізде. Қазіргі атып келе жатқан таңның жарығынан қорқатын қансорғыш вампирлер, диктаторлар, тирандар, арамтамақ паразиттер қазіргі галактикалық жарықтан өлердей қорыққандары соншалықты пандемия деген саяси ойынды ойлап тауып адамзатты бактерия мен вирустан әдейі қолдан қырып отқан өздеріңіз білесіздер. Өздерінің түнек дәуірлерін ұзарту үшін паразиттер қазір аласыруда. Паразиттер пандемияның алдағы уақытта бірнеше толқыны бар деп адамдарды үрей мен қорқынышта тағы да 2 жылдай ұстап отырмақшы. Осы аралықта адамдарға вакцина саламыз деп ойлайды, чип саламыз деп жоспарлап отыр. Осы нәрселерге қарсы күресуге немесе вакцина салдырып құрбан болуға сіздерде таңдау құқығы бар. Немесе қарсы шығуға да таңдау құқықтарыңыз бар. Ал енді алдағы уақытта паразиттердің жердегі жаңа жоғары герц қуатына денелері төтеп бере алмай, қандары қайнап, бастары іштен жарылып кететін болады. Егер турасын айтқанда да осылай болады. Кейбір адамдардың ниеттеріне қарап болашақты болжауға болады. Байлық пен дүние және мансапқа беріліп, соның құл болып кеткен адамдардың өмірінің соңы қайғымен бітер сөзсіз. Оған мынандай арнайы бір көріпкелдіктің де қажет жоқ. Олар әркім өзінің ниетінен табады. Мына бандит биліктің келешегі жоқ. Кесілді деп айтсақ та болады. Бұлар ең соңғы күндерін көріп жатыр. Қазір паразит билікке таңдау жасайтын уақыт келді. Сондықтан ешқандай зорлық зомбылық, қатыгездік, жауыздықтан және жаман ой мен ниеттерден аулақ болыңыздар. Біз міндетті түрде жеңеміз. Өйткені уақыт біздің жағымызға қазір біздің жағымызға қарай пайдамызда қазір. Өйткені біз жақсы адамдар, халықтар көп оянып жатыр. Көп нәрселер жақсы жағына қазір ойнап жатыр. Біз міндетті түрде жеңеміз. Диктаторлар билікті ұстап тұру үшін және халықты ұйқыда ұстау үшін түрлі черная магия дейді ғой, гипноз және түрлі оккультный ритуалдар жасайтыны ешкімге де құпия емес. Енді осы өте төмен жиіліктегі қуатты жаңа галактикалық жарық жойып тастауда. Осы жерде мысалға айтып кететін болсақ, жақын арада ғана айтқан жоқ па, Нұрсұлтан Назарбаевтың немересі ма, немесе баласы ма, Айсұлтан Назарбаев. Біздің, сіздер білмейсіздер, мынау биліктегілер черный магиямен айналысады, оккультный ритуалдармен деп айтты ғой, өздеріңізде естіңіздер. Ол кез келген билік ондай жаман нәрсе өздерінің биліктерін созусын, адамдарды зомбилау үшін олар міндетті түрде сондай нәрсені істейді, ритуалдарды істеп отырады. Ол ешкімге де жаңалық емес. Бұл өзде айтып кетті. Өкінішке қарай қазір ол қайтыс болып кеткен, білесіздер. Енді міне, құрметті достар, бүгінгі менің айтайын деген осы. Егер осы тақырыпта сіздерге қызық болып, ары қарай мейлі
дамыта беріңіз, тыңдағымыз келеді десе, мен әрқашанда дайынмын айтып өтуге, жаңа бұрынғы нелерімді жаңғыртып, жазып айтуға сіздерге дайынмын. Міне осы енді жаңағы паразиттердің жақында мынау құрған жүйелерінің күйреп жойылып жатқаны туралы мына мен сіздерге айтып өттім. Оған дәлелдер көп болып жатыр. Дәлелдер халықтың жаппай көтеріліп, жаңағы әлем бойынша көшеге шығып наразылық білдіруі. Бұл жаппай әлем бойынша. Сол, құрметті жолдастар, осымен мен бүгінгі тікелей эфирімді аяқтаймын. Келесі эфирде кездескенше сау болыңыздар.